Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, тез дайындалатын, қамыры жұп-жұқа, қатпарлы болып шығатын трубочки тәрізді пирожкилар дайындаймыз. Салмасы ретінде ірімшік қолданатын боламыз. Ең бірінші таза ыдысымызға суымызды құямыз. Үстінен тұзымызды саламыз. Құмшекер саламыз. Бір араластырып жібереміз. Одан кейін үстінен сұйық май құямыз. Енді ұнымызды салып, қамырымызды илеуді бастаймыз. Бастапқы кезде осындай венчикпен араластыратын боламыз, артынша қолмен илейміз. Мінекей, енді қамырымды қолмен илеп жатырмын. Құрамында сұйық май болғандықтан қолға жабыспайды және өте жұмсақ болады. Илеп болғаннан кейін бетін жауып, тынықтырып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ірімшікті үкіштен өткізіп аламыз. Алдын ала пісіріп дайындап қойған жұмыртқамды үкіштен өткіземін. Үстінен аскөк немесе петрушка саламыз. Қаймақ саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осындай начинкамен пирожкиларымыз өте дәмді болып шығады. Қамырымызды ұзынша қылып, осылай жіңішке қылып жайып аламыз. Одан кейін теңдей 16 бөлікке бөлеміз. Таразының көмегімен өлшеп бөлсеңіздер де болады. Бөліп дайындап қойған қамырларымызды оқтаудың көмегімен дөңгелете отырып, жұп-жұқа қылып қамырымызды жаямыз. Енді үстіне дайындап қойған салмамызды саламыз. Осылай бекітіп жауып жібереміз, екі жағын бүктеп орайтын боламыз. Бізде осындай трубочка тәріздес болып шығады. Противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне трубочкаларымызды тізіп шығамыз. Үстінен жұмыртқаның сарысын жағамыз. Мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста 20 минуттай қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Мінекей, біздің өте тез дайындалатын пирожкиларымыз қып-қызыл болып, әдемі болып шықты. Салмасы өте дәмді, тәтті дәм береді. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны аса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіз.